Ассалаумағалейкум қазақ елі. Міне 26 жылда келді. Көктеміміз құлпырып, жеріміз көгеріп, табиғатымыз жаңарып әдемі болып тұр. Жер толық бәйшешек. Қараңыздар. Көктемнің ең бірінші гүлі осы. Бәріңізге жосты болсын осы бәйшешектей. Гүлдеңіздер, бәйшешекте өзіңіздер, өніңіздер. Міне, бұл негізі нағыз қазақтың байлығы. Бұнда өзіне тән айыбы бар. Жолмаңыздар. Табиғатты аялаңыздар, көріңіздер. Қандай шығып жатыр. Күннен күнге көбейіп жатыр. Қараңыздар. Қыздай құлпырып тұр. Жылдарыңыз табысты болсын, өнімді болсын, бала-шаға, ел жұрт, кемпір шал, ағайын жұрт, жора жолдас аман болсын. Күндеріміз осы көктем күніндей жадырай берсін. Бәріңізге сәлем. Бүгін 18 ақпан, оңтүстік Қазақстан, киелі Қазығұрт етегінде тұрмыз. Уже көктем деген сөз. Міне. Бәйшешек деген толамына қырдың бәрін қараңдар. Бәрі бәйшешек басып көктемнің нышаны. Құтты болсын. Әз көктем, әз наурыз құтты болсын. Жердің жаңарып, елдің жаңарғаны молшылық болсын, жақсылық болсын. Жылымыз әйтеуір табысты болсын, молшылығы көп болсын. Осы көктемді көрсетіп отқанымыз ғой, бағанағыдай бәйшешектерді бірінші. Көріңдер бәйшешек, бұны жұлуға болмайды екен. Бұның ыштырабы жаман. Міне, қойларға да жеме деп жатырмыз. Соттап жүреді. Барлығыңа жалпы сәлем. Шыққан көктемдерің құтты болсын. Қораның астындамыз.